Ресей Мәскеу облысы Купров ауылы. Иеміздің қайта тірілу шіркеуі. Қоңырау мұнарасының жоғарғы қабатында қоңырау ілулі тұрды. Жоғарға көтеріліп бір қарап алайық. Бұл үлкен қоңырау мұнарасы. Міне жоғарыға баспалдақ. Баспалдақтар жартылай құлаған. Баспалдақ қоңырау мұнарасын салу кезінде жасалғаны анық. Кірпіш қалай салынғанын қараңыз. Баспалдақтың ортасында дөңгелек пішінді кірпіш қаланған. Бұл кірпіш чипке қараңыз. Керемет баспалдақ. Өте аз орын алады. Біз қоңырау мұнарасының екінші қабатына келдік. Қоңырау соғу үшін одан да жоғары көтерілу керек. Бірақ баспалдақтар жоқ. Кірпіштен жасалған баспалдақтың қалдықтары жоқ. Қоңырау жоғары ілінді. Бұл ағаш арқалықтарда. Бірақ ол жерге қалай жетуге болады? Баспалдақ осы деңгейде аяқталады. Иә, мұнда ағаш баспалдақ орнатудың іздері бар. Мұнда қоңырау мұнарасының тірегінен кірпіштер сынған. Міне олар нокаутқа түсті. Ағаш арқалықтарды бекіту үшін. Кірпішке қандай қатыгездік? Толығырақ қарастырайық. Кірпіштердің сынғанын көріп тұрсың. Кірпіштің көлденең бетінде ерітінді қалады. Бұл жоспарланған тауашаларда болмайды. Қоңырау мұнарасының басқа бұрыштарында ағаш арқалықтарға арналған тауашалар да сынған. Қоңырау мұнарасы салынғаннан кейін олар баспалдақтарды осылай жасады. Ағаш арқалық қалды. Ол қарама-қарсы қабырғадағы сынған тесікке салынған. Мұнда екі сәуле болды. Бөренелерге тақталар төселді. Бірақ бұл тесіктер мен арқалықтар қоңырау мұнарасының құрылысына қарағанда әлде қайда кейінірек жасалған. Сәулетші кірпіштен жасалған баспалдақты бірнеше метр биіктете алар еді. Сол деңгейге дейін. Бірақ кірпіш баспалдақ қоңырау мұнарасының екінші деңгейіне ғана жасалды. Өйткені бұрын биікке шығып қоңырау соғудың қажеті жоқ еді. Тек екінші деңгейге көтерілу жеткілікті болды. Қызық, бұрын мұнда не болды? Шіркеушілер қоңырауды іліп қойғанға дейін.